Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бұл 2-ші сынып математика пәні 53-ші сабақ шамалардың бірліктерін түрлендіру және мәндерін салыстыру тақырыбы. Бірінші тапсырма: көп нүктенің орнына ұзындықтың сәйкес бірліктерін қой. Кітап бет белгісінің ұзындығы 5 см. Сынып тақтасының ұзындығы 3 метр. Дәптердің ұзындығы 21 см. Мектеп пен үйдің арасы 700 метр. Екінші тапсырма: көп нүктенің орнына массаның сәйкес бірліктерін қой. Сөмкенің массасы 2 кг. Бір қап сәбіздің массасы шамамен 50 кг. Бір қапшық ұнның массасы 3 кг. Үшінші тапсырма: көп нүктенің орнына уақыттың сәйкес бірліктерін қой. Бір аптада 7 күн бар. Жаздың ұзақтығы 3 айға созылады. Ұшақ 3 сағат ұшты. Төртінші тапсырма: көп нүктенің орнына сыйымдылықтың сәйкес бірліктерін қой. Шәйнектің сыйымдылығы шамамен 2 литр деп алайық. Шелектің сыйымдылығы 10 литр. Қазанның сыйымдылығы, орташа қазан 5 литр деп алайық. Бесінші тапсырма: бос торкөздің орнына тиісті санды қой. 100 см тең 1 метрге. 100 кг тең 1 центнерге. 1 сағат тең 60 минутқа. 4 метр тең 40 дециметрге. 37 сағат тең 1 тәулік 13 сағатқа. 10 см тең 1 дециметрге. 2 метр тең 20 дециметрге немесе 200 сантиметрге. 24 ай тең 2 жылға. 300 кг тең 3 центнерге. 800 сантиметр тең 80 дециметрге немесе 8 метрге. Алтыншы тапсырма: салыстыр. 9 метрде 90 дециметр бар. Сонда екеуі тең болады. 700 сантиметрде 70 дециметр бар. 700 сантиметр артық 8 дециметрден. 2 тәулікте 48 сағат, оған 3 сағатты қосамыз, 51 сағат болады. Сонда 2 тәулік 3 сағат артық 29 сағаттан. 800 килограмда 8 центнер болады. Сонда 800 килограмнан 9 центнер артық. 400 килограмда 4 центнер болады. Сонда екеуі тең. 200 сантиметрде 2 метр болады. Сонда 3 метр артық 200 сантиметрден. 200 килограмда 200 центнер болады. Сонда 200 килограмнан 3 центнер артық. 2 жыл 4 айда, 2 жылда 24 ай, оған 4 айды қосамыз, 28 ай болады. Сонда 2 жыл 4 айдан 30 ай артық. Бірінші тапсырма: күнтізбені пайдаланып, күз айларында неше күн және неше апта бар екенін анықта. Күз айларында балалар қыркүйек айында 30 күн бар, қазан айында 31 күн, қараша айында 30 күн бар.
Сонда жауабы күз айларында 91 күн, 13 апта бар. 8-ші тапсырма көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлендір. 3 дециметр 7 сантиметр тең 37 сантиметрге. 2 тәулікте 48 сағат, оған 4 сағатты қосамыз, 52 сағат болады. 1 сағатта 60 минут, оған 16 минутты қосамыз, 76 минут болады. 2 жылда 24 ай, оған 7 айды қосамыз, 31 ай болады. 5 метрде 50 дециметр, оған 4 дециметрді қоссақ, 54 дециметр болады. 29 сағатта 1 тәулік 5 сағат бар. 1 тәулікте 24 сағат, оған 5-ті қоссақ, 29 сағат болады. 9-шы тапсырма өрнектердің мәніне сәйкес әріпті кестеге қойып, Қазақстанның батысындағы қаланы тап. 38 азайту 17 тең 21-ге. 24 қосу 39 тең 63-ге. 99 қосу 1 тең 100-ге. 80 азайту 23 тең 57-ге. 37 қосу 17 тең 54-ге. Сәйкес сандардың тұсына әріптерді қойсақ, Қазақстанның батысындағы Атырау қаласының аты шығады екен. 10-шы тапсырма, егер кеше сейсенбі болса, онда бүрсігүні қандай күн болады? Кеше сейсенбі болса, бүгін сәрсенбі болады. Ертең бейсенбі болады. Бүрсігүні жұма болады. Жауабы бүрсігүні жұма болады. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.